2020 жылдың қыркүйек айына арналған жұлдыз жорамалы. Тоқты. Айдың бірінші жартысы тоқтылардың өздерінің немесе жақындарының денсаулығына әсер етеді. Бұл емдеуді және өмір сүру жағдайларын өзгертуді қажет етуі мүмкін. Жұмыс жоспарынан демалуға ұмтылыс артады. Сонымен қоса, кәсіби беделі артуы, кәсіби ортада қоршаған адамдармен қарым-қатынасы жақсаруы ықтимал. Ең бастысы, олардың айтқандарына құлақ түру. Үшінші онкүндікте ең алдымен серіктестермен ынтымақтастыққа назар аударған дұрыс. Торпақ. Қыркүйек айында торпақтарда оптимизмге, өзін жақсы жағынан көрсетуге, сүйікті болуға деген ұмтылысы артады. Демек, романтикалық кездесулер мен ойын-сауық қызықтыра түспек. Бірақ егер сәбилеріңіз бар болса, онда оларға көбірек көңіл бөлген абзал. Сонымен қатар, көптеген қызметтік әңгімелер болады. Іскери хаттар мен қоңыраулар көлемі артады. Айдың екінші жартысында жаңа міндеттер жүктеліп, өндірістік істерді шешу керек болады. Бірақ оған қарамастан денсаулыққа көңіл бөлген дұрыс. Егіздер. Қыркүйек айында егіздер үйге, отбасына қатысты істерге араласып, қоғамдық жұмыстардан гөрі үй жағдайын жақсартуға, тіпті қажет болса да жайластыру және жөндеу жұмыстарына кіріседі. Ал мәселелер туындаса, айдың соңына дейін шешілетіні сөзсіз. Бірақ ұзақ мерзімді жобаларға кіріспеңіз, өйткені нәтижені ұзақ уақыт күтуге тура келеді. Бірақ осы кезеңде қажетті адамдармен кездесулер, түрлі келіссөздер нәтижелі болады. Шаян. Қыркүйек айында шаяндар үнемі қозғалыста, өзгерісте болуға ұмтылады. Кездесулер мен байланыстар саны едәуір артады. Болашақта табыс әкелетін кірістер мен пайдалы байланыстар сияқты пайда болады. Бұл қаржыға байланысты кез келген іс үшін жақсы уақыт. 20-сынан кейін отбасылық мәселелерді шешуге тура келеді. Бұл келіспеушіліктер мен түсініспеушіліктерді тудыруы мүмкін. Арыстан. Қыркүйек айының бірінші жартысы арыстандарда материалдық мүдделер, инвестициялар, әл-ауқатын жақсартуға арналған мүмкіндіктер іздеумен өтеді. Айдың екінші жартысы байланыстардың өсуін болжайды. Іс-сапарлар болуы мүмкін. Жаңа білімге деген қызығушылықтар артады. Осы кезеңде сіз нәзіктік пен жеке тартымдылықты арттыру арқылы көп нәрсеге қол жеткізе аласыз. Бикеш. Қыркүйек айында бикештердің өзін-өзі бағалауы, өзіне деген сенімділігі, өмірлік тонус артады. Құпия махаббат пен армандар пайда болуы мүмкін. Ойлау жүйесі тәжірибелік бола бастайды. Жаңа идеялар мен қаржылық жоспарлар пайда болуы мүмкін. Бұл айдың аяғында жаңа жұмыс іздеуге немесе туыстар, көршілер, достар көмектесе алатын қосымша табыс көздерін іздеуге әкелуі мүмкін. Таразы. Қыркүйек айында таразы ішкі жан дүниесімен айналысуды жалғастырады. Өткен өмірін қорытындылау үшін жалғыз болуды жөн көреді. Кейбір армандар мен үміттер осы кезеңде орындалуы мүмкін. Достық байланыстар арқылы табыс табу мүмкіндігі туады. 20-ларында сіздің өміріңізде бір нәрсені өзгерту ниесі пайда болады. Осы сәтте өзін зияткерлік тұрғыдан белсенді түрде көрсеткен жөн. Саршаян. Қыркүйек айында шаяндар үшін үлкен достары басты рөлге шығады. Олардан қолдау мен түсіністік таба аласыз. Мүмкін бірлескен кәсіпорын басталып, жаңа идеялар, жоспарлар болуы мүмкін. Бірақ сіз қарым-қатынасқа үлкен қызығушылық танытпайсыз. Керісінше, сіз тұйық бола бастайсыз. 20-ларынан кейін қорытынды жасап, өзіңізді түсіну қажет болады. Бәлкім, кәсіби салада сіз эмоционалды наразылықты сезінесіз. Мерген. Қыркүйек айында мергендерде танымал болу, жұмыста белсенді болу қажеттілік артады. Бірақ қатты қысым жасамаңыз. Өйткені басшылармен қақтығыстар және жұмыста қателіктер болуы мүмкін. Қоғамдық тапсырманы орындау немесе шетелдіктермен сөйлесу арқылы жаңа махаббат кездестіру мүмкіндігі де бар. Сондай-ақ хат алмасу арқылы дос табылуы мүмкін. 20 қыркүйектен кейін ықпалды адамдармен жақын достардан қолдау күтіңіз. Тауешкі. Қыркүйек айында тауешкілер жаһандық мәселелерге жақын болады.
өмірдің мәні туралы, осы әлемдегі өз орны туралы және тағы да басқаларды. Демек, рухани тұлғалармен байланыс ғылыми немесе басқа мүдделер негізінде жаңа, соның ішінде халықаралық байланыстар орнатуы мүмкін. Бұл жерде табысты жоққа шығарылмайды. Бірақ ісіңізге өте мұқият болыңыз, өйткені жұмыстағы қателіктерге байланысты мәселелер туындауы мүмкін. Су құйғыш. Қыркүйек су құйғыш үшін шиеленіс және жеңістер кезеңі. Ақшаға байланысты істерде мұқият болуыңыз керек. Себебі қаражат мәселесіне байланысты қиындықтарға тап болуыңыз ықтимал. Серіктестер мен қақтығыс жағдайлары, ашық арандатулар жоққа шығарылмайды. Сондай-ақ сізді алыс танымдық сапарлар, басқа сенім немесе мәдениет адамдарымен пайдалы байланыстар күтеді. Балықтар. Осы айда балықтар серіктестерді тыңдауға тырысады, бірақ бәрін өз бетімен жасау әдеті жанжал мен түсініспеушілікке әкелуі мүмкін. Сондықтан қыркүйек сіз үшін қарсыластармен байланыс, неке қию және сот ісі үшін ең жақсы уақыт емес. Осы кезеңде көрегендік сізді қиындықтардан құтқарады. Бірақ әдетте жасырынған нәрсені ашық айтуға мәжбүр ететін жағдайлар болуы мүмкін.